Қонақ үй. Ең әуелі 9 айға анаң үй. Ең соңында мәңгілікке молаң үй. Ортасында пәтерлер мен өз үйің, анда-санда тұрақ болар қонақ үй. Маңдайымның бір тармақ жетелеп қонақ үйге тұрақтадым, не керек? Қабырғаға жан бітсегер бір күні менен асқан ақын болып кетер еді. Оң жағыма 2 жас кеп түнеді, ақ сезімді аямады ешбіреуі. Түні менен ләззат үшін от кешті, таң атқанда танмасын біледі. Сол жағыма келді ана бөпелі, бірақ жары көрінбеді некелі. Ұйықтаған соң бар бақыты сәбиі қабырғаға ұрып шықты шекені. Келесі күн көрдім келген отбасын, қыдырып кеп бұрған шығар атбасын. Жанжалдасты ұйықтамастан сол түні қашап шықты махаббаттың көк тасын. Көке келді кешкі 9:30-да, 18-ден енді асқан қыз жанында. Солқылдатып қабырғаны түнімен таңға жуық басып кетті қорылға. Әже келді, қолында ауыр сөмкесі, аруанадай жүк көтерген өркеші. Күн шыққанша өксіді де мейірімсіз келініне қайта кетті ертесі. Менің бөлмем сәл жұмбақтау, өмірсіз. Бақытты адам қоныстанса, неге үнсіз? Мен сүйетін жалғыздық пен үнсіздік кейбіреуге көрінеді көңілсіз. Ақ парақпен сүртіп өмір батпағын, ессіз қалам несе берді шатпағын. Қайдан білсін, ертең ұрпақ айғайлап, оқитын жыр үнсіз туып жатқанын.